Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бір күні лимон сатып алып тоңазытқышқа қойдым. Арада 3-4 күн өтпей жатып, осылай көгеріп кеткен лимонды байқадым. Себебі мен ол кезде лимонды дұрыс сақтау әдісін білмейтін едім. Ал бүгінгі видеода мен сіздерге лимонды дұрыс сақтаудың ең керемет лайфхагымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көрсеңіз, ары қарай лимонмен керемет шай демдеудің де тәсілін үйрететін боламын. Кеттік. Дәл осы әдіспен қысқа сақтап қойсаңыздар да болады бұл лимонды. Алдымен лимонды жақсылап жуып, осылай екіге, сосын осылай майдалап тура болатын боламыз. Лимондарымыз дайын болды. Енді осындай бір ыдыс алып, мен тарелканы пайдаландым. Үстіне міндетті түрде пакет кигізіңіздер. Сол кезде лимондарымыз жабыспай әдемі болып шығады. Неге пакетін кигіздік, енді осының үстіне лимондарымызды қаз-қатар қылып қойып шығатын боламыз. Дайын болды, енді тоңазытқышқа қоямыз. Менде тоңазытқыштан шықты. Осындай күшті болып шықты, қатты болып. Дәл осылай беті жабылатын одноразовый ыдыстар пайдалансаңыздар да болады. Менде ол жоқ болғандықтан осындай майонездің ыдысына толтырып лимондарымды салып қойдым. Керек кезінде алып, пайдаланып, қалғанын қоя беретін боламын. Неге осылай керемет болып шықты, сіздердің пайдаларыңызға жарасын. Енді осы лимонмен шай дайындауды үйрететін боламын. Бұл лимонды шайға, шәйнекке салсаңыздар, шәйнектің ыстығымен, лимонның салқынымен шәйнегіңіз сынып кетуі мүмкін. Сол үшін бөлек кесеге лимонды салып, үстіне кипяток құйып, ертіп алатын боламыз, суын шығарып. Шәйнегімізге шайды демдеп, үстіне жаңағы лимонды езіп, шанышқының жәрдемімен соны құйып, екеуін біріктіретін боламыз. Жалпы лимонның адам ағзасына пайдасы орасан зор, бәріміз білетіндей. Оны жылдың 12 айында да ішіп тұруымыз керек. Шайға қосып, кез келген тамақтың түрлеріне қоссаңыздар да суық тиюдің алдын алып, организмді нығайтады. Осымен лимонды сақтаудағы лайфхагым сізге ұнады деп ойлаймын. Каналым пайдалы, тіркелуді ұмытпаңыз.